Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз ақпараттық цифрлық тасымалдаушылар. Бүгінгі сабағымыздан үйренетініміз ақпараттық цифрлық тасымалдаушылармен таныс боламыз. Цифрлық тасымалдау құрылғыларын сипаттау. Ұзақ ғасырлар бойы жалғыз ақпарат көзі қағаз болды. Ал 20-шы ғасырда ақпараттың цифрлық тасымалдаушылары пайда бола бастады. Олар бірнеше топқа бөлінеді. Иілгіш магниттік диск. Оған дисктер жатады. Дисктің көлемі бірнеше мегабайттан тұрады. Олар 1970 және 1990 жылдар аралығында қолданды. Көлемі жағынан аз ғана ақпарат сыятын болғасын, олар қолданыстан шығып қалды. Ленталық ақпарат тасымалдаушылар. Олар өте жұқа магнитті лентадан тұрады. Оларға таспалар, аудиотаспа және видеотаспа жатады. Көлемі бірнеше мегабайттан бірнеше гигабайтқа дейін барады. Оптикалық диск тасымалдаушылар. Оларға CD, DVD, Blu-ray тасымалдаушылары жатады. Көлемдері бірнеше гигабайт болады. Тағы да бір дисктердің түрі қатқыл магниттік диск. HDD, Hard Disk Drive немесе Winchester. Компьютерде негізгі есте сақтау құрылғысы. Көлемі үлкен, бірнеше гигабайттан бірнеше терабайтқа дейін. Қатқыл диск ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Жүйелік блоктың ішіндегі қатқыл диск ішкі құрылғы деп есептелінеді. USB флеш жинақтауыш. Көлемі бірнеше гигабайттан тұрады. Олардың микро, макро деген түрлері бар. Бұлар өте ыңғайлы ақпарат тасымалдаушыларға жатады. Ақпараттық технологиялар дамуына байланысты сақтау құралдары мен тасымалдау құралдарының сыйымдылығы жылдан жылға артып келеді. Қазіргі кезде ақпарат тасымалдауыш құрылғысын алып жүрмесе де болады. Қазір арнайы жадтар бар. Олардың орнына электронды пошталарды немесе әлеуметтік желі қызметтерін пайдаланса болады. Керек кезде сол жерге интернет арқылы шығып, керек ақпаратты жүктеп алуға болады. Балалар, сұраққа жауап берейік. Ақпарат тасымалдау дегенді қалай түсінесің? Қандай тасымалдау түрлері ыңғайлырақ? Ақпаратты тасымалдау құралдарына нелер жатады? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.